Бүгін біз қазақ халқының тарихындағы ең қайғылы кезеңдердің бірі, ашаршылық сұмдықтары туралы айтатын боламыз. Миллиондаған адам аштық пен ауыр қиындықтардан зардап шеккен бұл кезең халықтың жадында мәңгі сақталды. Оқиғаның ауыртпалығы мен салдары әлі де талай ұрпаққа сабақ. Видеоны соңына дейін көріп, арнаға тіркеліп, лайк басып қолдауларыңызды сұраймын. Қазақ тарихында 1932-33 жылдары зұлмат аштық болды. Сіз білесіз бе, сол халықтың ішіндегі аштан шегі әрең жүріп келе жатқан адам шамалы демалып алайыншы деп жерге отыра кетеді екен. Жарықтық сол отырған қайтып мүлде тұра алмай қалады екен. Оны тұрғызуға басқалары мүлде ымдылмайды, оны тастап кете барады. Себебі оларда күлсөндерін әрең көтеріп жүргендер араларында сәбиін көтеріп келе жатқан аналар болса, сәбиін көтеруге әлі келмей сол жерге тастап кеткен жағдайларда болған. Ал жаңағы жерде отырып қалған адам аштан өліп көмусіз қалады. Қазақ даласында талай боздақтың сүйегі осылай айдалада көмусіз қалып шашылып қалды. Аштықта адам 6 күн бойы нәр тартпаса, оның санасынан адамгершілік деген ұғым жойыла бастайды. Өз қарнын тойдыру үшін не бір сұмдық іс-әрекетке барады. Мысалы, ең адал иманды деген кісі адам тонап ұрлық жасайды. Дәм ауыз тиедің бірдеме тапса, оны туған бауырынан қызғаным онымен бөліспейді. Аштық әбден қысқанда, анасы тіпті туған баласынан да бас тартқан. Жас баласын ашық тұрған зиратқа қалдырып, тіпті бесіктегі баланы сол күйі тастап, өздері қаңғып жүріп өлгендері қаншама. Ашаршылықта далада өліп жатқандар тек қана қазақтар болған. Әй, мұнда адам өліп қалыпты дейтін ешкімде болмаған. Өз әрең жүрген адам қайдан мән берсін? Сол кездегі әрбір қазақ баласы нан жегім келет, нанға бір тойсам оймен өліп жатқан еді. Әбден ашыққан қорғансыз халық қандай нәрселерді жегенін білесіз бе? Айтсам сенбейсіз. Адамдар сол кезде жерде өсіп тұрған арам шөптен бастап кісі етін жеуге дейін барған. Шөп қайта бер жағы тереңірек тоқталайық. Тышқан құрбақаны қолы жеткен адам ғана жеген. Олардың өзі өте аз, әрі ұстау үшін адамға күш қайрат керек. Аш адамдар базарладым жүрген адамның есекінің қарнына пышақ тығып, ішек қарны шұбатылған есек құлағанда 20-25 адам жабайы қарғалар ұқсап жабылып есектің етін шикідей жеген. Оған қоса тасбақа қарғаның балапаның тіпті киіз арған қөнді пісіріп жеген. Ең сорақысы харам боладың иттің етін де жеген. Сол кезде жау жұмыр жабайы картоп секілді өсімдік болыпты. Жау жұмырды отқа пісіріп жеуге болады, бірақ шамадан тыс көп жесе адам ару болып соңы өліммен аяқталады. Ашаршылық біздің тарихымыздың ең ауыр беттерінің бірі. Оны ұмытпау әрбір қазақтың парызы. Осы видеоны көргендеріңізге рахмет. Егер сізге бұл тақырып маңызды болса, арнаға тіркеліп, лайк басып қолдау білдіріңіз. Келесі видеоларда басқа тарихи оқиғалар жайлы айтып береміз. Сау болыңыздар.